Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз Осман телехикаясының 6 маусымын аяқталуын сөз етіп, 7 маусымда күтіп отырған үлкен тарихи оқиғаларға тоқталамыз. Бұл маусым түрік мемлекетінің жаңа кезеңі Орханның билікке келуімен басталады. Орхан ол Османның үлкен ұлы, тұңғышы, яғни Малхун мен Осман екеуінің тұңғыш баласы. Енді Осман бей сахнадан кетіп, ел тағдыры осы Орхан мен Алайдиннің қолына өтеді. Одан кейін Орхан Османның тұңғышы, ақылды, сабырлы, батыр мінезді, ал Алайдин екінші ұлы, білімді, әділеттің адамы болып келеді. Екеуінің арасындағы бауырлық пен саясат арасындағы шиеленіс те осы маусымның негізгі талаптарының бірі болмақ. Кейін Бала бегім бұл маусымда мүлдем көрінбейді. Оның орнына Малхун бегім, яғни Осман бектің екінші әйелі Малхун бек оралады. Малхун хатун ел мен ұрпақтың анасы ретінде алға шығады. Оның ақылы мен қайсарлығы, үй ішіндегі тәртіп пен сыртқы қауіптерге қарсы ұстанымы ерекше көрініс табады. Бұл бүкіл отбасының тірегі, рухани көшбасшысына айналады. Бұл маусымда Орханның жарының екі ұлы болады, ал үшінші сәбиге аяғы ауыр. Алайда бұл қуанышпен қатар Алайдиннің жары Гонжа бала сүйе алмай үлкен ішкі күреске тап болады. Оның күйеуіне басқа әйел алып беру туралы шешімі сезім мен тағдырдың қақтығысына көрсетеді. Яғни Гонжа бегім қанша дәрі-дәрмек және үлкен емшілік қасиеттерге толы Алайдин батырдың жары болғанмен оған Алла тағала бала сүйе қойдырмады. Оның орнына осы Гонжа бегім барлық күш-жігерін жинап екінші әйел алып беруге тырысты. Кейінгі бөлімдерде осы Фатма бегім мен Халиме Осман бегімнің қос қызының тағдыры көрермендерді бейжай қалдырмайды. Олар шынайы махаббат пен ата-анасының шешімдері арасындағы күреске тап болады. Махаббат үшін күрескенмен екеуі де сүймеген жанға ұзатылып, жүрек езетін сәттерді бастан кешіреді. Ал ең бастысы бұл маусымда билік күшейіп, Орханның көзіне нағыз мемлекет құру идеясы айқындала бастайды. Түркі мемлекеттегі тек ішкі тәртіппен шектелмей, сыртқы саясатқа, әсіресе Рим империясына қарсы шабуыл жасауға бағытталады. Бұл тарихтағы ұлы қадам. Осман бастаған миссияны Орхан жалғастырып, Византияға, яғни Римге алғаш рет батыл әрі кең көлемде соғыс жариялайды. Бұл шабуыл тек жаулау емес, жаңа империяның құрылуының бастауы еді. Және осы 7 маусымда Орхан дәуірінің басталуы, жаңа тарихтың жазылуы. Егер де сіз осы тарихи сәттерді жіберіп алғыңыз келмесе, арнаға жазылып бейнебаянды лайктап пікір қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар.